Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біздің сабақтың тақырыбы әлемдегі ірі кітапханалар. Абай Құнанбайұлы ғылым таппай мақтанба өлеңі. Оқу мақсаттарымыз айтылым әрекеті бойынша сенімді және еркін жауап беру. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогқа түсу. Жазылым әрекеті бойынша орфография және пунктуация. Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшеліктін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу. Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану. Бағалау критерийлері. Берілген сұрақтарды түсінеді. Сұрақтарға дұрыс жауап береді. Тірек сөздерді қолданады. Шағын диалогқа түсе алады. Ортақ ой шешім шығара алады. Үндестік заңын біледі. Пунктуациялық нормаланы біледі. Қазір біз сыныпты 5 бармақ әдісі арқылы 5 топқа бөлеміз. Бас бармақ, балаң үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек деп. Алдымен миға шабылу әдісі арқылы оқушылармен, сіздермен бірге мынандай тапсырманы орындайық. Сіздердің алдарыңызда мынандай суреттер тұр. Осы суреттерде не бейнеленген? Бұл суретке қарап қандай ой келеді? Тапсырма. Төмендегі тірек сөздерді қолданып, суреттерді сөйлетіңіздер. Уақыт берілді, тапсырма орындаңдар. Төмендегі мақал мәтелдердің қайсысы сабақтың тақырыбына сәйкес келеді деп ойлайсыздар? Неге? Түсіндіріп айтыңыз. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Аз жұмысты қиын сынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Дұрыс айтасыздар. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Енді барлықтарыңыз Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба деген өлеңіне назар аударыңдар. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлі, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Енді сіздер мен балалар дастархан әдісі арқылы ортақ ой, шешім шығаруымыз қажет. Осы тапсырманы орындауға сіздерге 2-3 минут берейін. Ал орындаймыз. Біздің келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Қазір әрбір топқа сіздерге тапсырма беріледі. Бірінші бас бармақ тобына еріншек пен еңбекқордың арасында диалог құрастыру. Екінші топқа баланы үйрек, өсекшінің монологын құрастыру. Үшінші топқа ортан терекке
Талапты баланың басынан өткен оқиғаға әңгіме құрастыру. 4-ші, шылдыр шүмек тобына өтірікшінің атынан өтірік өлең құрастыру. 5-ші, кішкентай бөбек тобына қанағатшыл әке мен мақтаншақ бала туралы ертегі құрастыру. Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшеліктерін ескеріп, үндестік заңына сәйкес, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу керек. Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерге орынды қолдану қажет. Осы ережелерді сақтай отырып тапсырманы орындайсыздар. Уақыт кетті, орындаймыз. Бүгінгі сабаққа кері байланыс гамбургер әдісі арқылы кері байланыс шығарайық. Бүгінгі сабақта сіздерде жағымды ахуал, жағымсыз ахуал, сыни пікір ойларыңызды айтып жазыңыздар. Үйге тапсырма, берілген үзіндіні мүмкіндігінше жаттап келу. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.